Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын мен сендерге керемет көңіл күй және сәттілік тілеймін. Ендеше барлығымыз менімен бірге біздің ерекше досымызға айналған математика туралы тақпағымызды қайталап айту арқылы сабағымызды бастайық. Математика керек әр күнге. Математика керек өмірде. Есептеуді үйреткен математика керек бізге де. Кітабымыздың 126-127 беттерін ашайық. Бүгінгі сабақта біз түзу, кесінді және сынық сызық ұғымдарымен танысамыз. Оларды сызып көреміз. Түзу дегеніміз бастапқы және соңғы нүктелері болмайтын шексіз сызық. Түзу сызықты сызғыштың көмегімен сызуға болады. Біз дәптеріміздің кез келген бөлігінен түзу жүргізе аламыз. Олай болса, суретте қанша түзу бар екенін санап көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Сызғыш бойына жүргізілген түзуді қоса есептегенде суретте 6 түзу бар. Кесінді екі ұшы нүктемен шектелген түзу сызықтың бөлігі. Суретке мұқият назар салып қарасақ, бірінші түзудің бойында неше кесінді орналасқан? Тамаша жауап. Бір кесінді орналасқан. АВ әріптерімен белгіленген АВ кесіндісі. Екінші түзудің бойында қанша кесінді бар екенін тауып көрейікші? Не деген тапқырлық балалар? Дұрыс айтасыңдар. Екінші түзудің бойында АВ және ВС деген екі кесінді орналасқан. Орындап көр. Дәптеріңе ұзындықтары әртүрлі 4 кесінді сал. Кесінділерді әріптермен белгіле және атап көр. Ең ұзын кесіндіні көрсет. Ең қысқа кесіндіні көрсет. Ұзындықтарын сызғышпен өлшеп көр. Кесінділерді дәптерге салған кезде кесіндінің ережесін мұқият ескер. Сынық сызық. Сынық сызық кесінділерден тұратын геометриялық фигура. Сынық сызықты құрайтын кесінділер буын, ал әр буынның ұшы сынық сызықтың төбесі болып табылады. Сынық сызық, тұйықталмаған сынық сызық және тұйықталған сынық сызық деп екіге бөлінеді. Біз оларды бір-бірінен ұштары арқылы ажыратамыз. Тұйықталмаған сынық сызықтың екі ұшы болады.
Ал тұйықталған сынық сызықтың ұштары болмайды. Сынық сызық ережесін ескере отырып, шығарып көр тапсырмасын бірге орындайық. Сынық сызықтарды қандай топтарға бөлуге болады? Ойланып көр. Сынық сызықты тұйықталған және тұйықталмаған деп екі топқа бөлуге болады. Ал әрбір сынық сызықтың қанша буыны мен төбесі бар деген сұраққа ойланып көр. Бірінші сынық сызық бойынша төрт буын, 5 төбесі бар. Екінші сынық сызықтың 3 буын, 3 төбесі бар. Үшінші сынық сызықтың 5 буын, 6 төбесі бар. Төртінші сынық сызықтың 4 буын, 4 төбесі бар. Өте жақсы. Сен бүгін сабақта белсенді қатысып отырсың. Барлығын дұрыс табуға тырыстың. Енді сәйкестендір тапсырмасын орындайық. Бұл тапсырмада әр геометриялық фигура атауын өзіне сәйкес суретпен байланыстырып сызамыз. Мұқият бол. Кесінді. Тұйықталмаған сынық сызық. Түзу. Қисық сызық. Тұйықталған сынық сызық. Жарайсың оқушым. Сен барлығын сәйкестендірдің. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша өзіміздің қаншалықты түсінгенімізді сұрақтармен тексеріп көрейік. Мен сұрақ қоямын, сен жауап бересің. Келістік пе? Ендеше саған сәттілік. Бірінші сұрақ. Түзу сызықта не болмайды? Дұрыс. Түзу сызықтың басы мен ұшы болмайды. Екінші сұрақ. Түзу сызықты ненің көмегімен сызамыз? Жарайсың. Үшінші сұрақ. Кесінді қандай сызықтың бөлігі? Дұрыс айтасың. Кесінді түзу сызықтың бөлігі. Төртінші сұрақ. Кесіндінің неше ұшы болады? 2 ұшы болады. Бесінші сұрақ. Сынық сызық неден тұрады? Сынық сызық кесінділерден тұрады. Жарайсың. Бүгінгі 5 сұраққа да жауап беріп, сен сабаққа өте жақсы қатысқаныңды дәлелдедің. Сау бол.